Улан-Батор көшпенділер астанасынан заманауи қалаға дейін. Улан-Батор Монголияның жүрегі, ең үлкен қаласы және мәдениет орталығы. Қазір ол заманауи өсіп келе жатқан үлкен қала. Бірақ оның тарихы көшпенділермен тығыз байланысты. Көп жылдар бойы Улан-Батор көп өзгерістерді басынан өткізді. Қала 1639 жылы құрылған. Алғашында оны Үргөе деп атаған. Үргөе көшпенділердің жылжымалы астанасы болған. 1778 жылы ол қазіргі орнына көшіріліп, Ихре деп аталды. Бұл улы монастыр деген мағынаны білдіреді. 19 ғасырдың аяғында қала сауда орталығына айналды. Ресей және Қытаймен сауда жақсы жүрді. 1911 жылы Монголия тәуелсіздігін алғаннан кейін Ихре ел астанасы болды. 1924 жылы қаланың атын Улан-Батор деп өзгертті. Бұл Қызыл Батыр дегенді білдіреді. Тарихтағы Улан-Батор хандар ордасынан социалистік өмірге дейін. Улан-Батордың тарихы Монголия тарихымен тығыз байланысты. 19 ғасырда ол Будда дінінің орталығына айналды. Көптеген монастырлар мен храмдар салынды. Қалаға діндарлар мен саяхатшылар көп келетін болды. 9 ғасырдың басында Монголия Ресей мен Қытайдың ықпалында болды. 1921 жылы Монголия халық партиясы елді азат ету үшін күреске шықты. Олардың арасында Дамдины Сүхбатар сияқты батырлар болды. 1924 жылы Монголия халық республикасы құрылды. Улан-Батор жаңа елдің астанасы болды. Социализм кезінде Улан-Баторда үлкен құрылыстар жүргізілді. Зауыттар салынды. Жаңа үйлер, мектептер, ауруханалар пайда болды. Қала халқы тез өсті. Буддизм мен тәуелсіздіктің бесігі. Улан-Батордың мәдени келбеті. Улан-Батор Монголияның мәдени жүрегі. Қалада көптеген театрлар, мұражайлар, көрмелер бар. Монголия ұлттық опера және балет театры әлемге әйгілі. Мұнда монгол және басқа елдердің опералары мен балеттері қойылады. Улан-Баторда бірнеше үлкен мұражай бар. Монголия ұлттық мұражайында елдің тарихы мен мәдениеті туралы көп нәрсе көруге болады. Зайсан мемориалында екінші дүниежүзілік соғыста қаза тапқан кеңес жауынгерлері еске алынады. Қалада көптеген Будда храмдары бар. Ең әйгілісі Гандантек-Чинлен монастыры. Бұл монастырда жүздеген монах тұрады. Мұнда Будда дінінің қасиетті заттары сақталады. Тарих пен заманауилық тоғысқан мекен Улан-Батордың көрнекті орындары. Улан-Баторда ескі ескерткіштер мен жаңа ғимараттар әдемі үйлеседі. Қала орталығындағы Сүхбатар алаңы Улан-Батордың бас алаңы. Алаңда Монголия парламенті мен үкіметінің үйі орналасқан. Сондай-ақ, мұнда опера және балет театры, пошта, тарих мұражайы сияқты маңызды ғимараттар бар. Улан-Батордың тағы бір көрнекті жері Зайсан мемориалы. Бұл ескерткіш қаланың оңтүстігіндегі Зайсан төбесінде. Мемориалдан қаланы әдемі көруге болады. Улан-Баторда монгол халқының көшпенді өмірі туралы білуге болатын ерекше жерлер бар. Мысалы, қала маңындағы Терелш ұлттық саябағында табиғаттың керемет көріністерін тамашалап, көшпенділердің қалай өмір сүргенін көруге болады. Қалада көптеген дүкендер мен базарлар бар. Нарантул базарында ұлттық киімдер, қолөнер бұйымдарын сатып алуға болады. Табиғат аясындағы астана Улан-Батордың ерекшеліктері. Улан-Батор әлемдегі ең биік тауда орналасқан астаналардың бірі. Қала теңіз деңгейінен 1350 метр биіктікте. Ол 4 таумен қоршалған. Бұл қаланы өте әдемі етеді. Улан-Баторда ауа райы континенталды. Жазы қысқа және жылы. Қысы ұзақ және суық. Қалада қар 5 ай бойы жатады. Даму мен қиындықтар арасында. Қазіргі Улан-Батор. Қазір Улан-Батор тез дамып келеді. Экономикасы өсіп, жолдар, ғимараттар жақсарып жатыр. Қалада жаңа үйлер, бизнес орталықтары, сауда орындары салынуда. Бірақ қалада қиындықтар да бар. Ауа лас, жолдарда көлік көп, үй табу қиын. Болашаққа бағытталған Монголияның жүрегі. Улан-Батор Монголияның саяси, экономикалық және мәдени орталығы. Қаланың болашағы жарық. Монголия үкіметі Улан-Баторды заманауи әрі жайлы қалаға айналдырғысы келеді. Қалада туризм дамып келеді. Жыл сайын Улан-Баторға әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған турист келеді. Қорытынды. Тарих пен болашақ тоғысқан қала. Улан-Батор өзіндік ерекшеліктері бар.
тарихы бай қала. Көшпенділер мәдениеті мен жаңа ғимараттардың үйлесімділігі оған ерекше көрік береді. Улан-Батордың болашағы зор. Ол Монголияның дамуының белгісі, жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын, өткен мен болашақтың тоғысқан жері.